Хей, бәріңе сәлем достар, бүгін мен мафия ойнап достар. Біз бүгін достар біз жаңа кешегі Dream League Soccer ойынын тағы да жалғастыратын боламыз достар. Общем, сол баяғы составпен міне. Общем, кеттік. Бастайық. Салертина дивизион 2 игра 5-ші ойын екен. 5-ші ойын кеттік, короче достар. Достар, бүгін тағы 2 матч ойнайтын боламыз. Бүгін общем, достар, бізге Холланд керек. Сосын барып, общем, Манчестер Сити командасы маған інім айтқан болатын. Манчестер Сити командасының игроктарын маған жинап берші деп. Общем, мен соларды жинап жүргенде міне бізде Роналдо, Жота, Силва, Родри, Казимир, Гая, Бастани, Кипа, Александр Арнольд басталды міне. Достар, тағы да қандай басқа да ойындар шығарайын, видео ойбай. Общем, не деп кеттім. Қандай ойындардан видео түсірейін. Комментарияға жаза беріңдер. О, рахмет. Пас, Грилишқа пас бердік. Роналдо және де әне бірден ойғар. Соны комментарияға жазып кете беріңдер. Келесі ертең, яғни мен күн сайын бір видеодан салып тұрам. Ертең қандай ойыннан видео шығарайын. Комментарияға жаза беріңдер. Менің жаңадан келген подписчиктерім. Давай достар, 50 подписчикке, или жоқ 50 емес, сразу 50 емес. Үшін 10 или 15 подписчикке жеткізіп тастайықшы достар. Хотя бы уже 5 менің армандарым кішкене осыны орындалып келе жатыр. Мен басында 5 подписчикке жетейінші деп ойлағам, және де 5 подписчикке жеттік. Енді одан кейін ары қарайды. Жоқ, қателік кетті. Ары қарайды басқа да. В общем, жете береміз ғой подписчиктерге. Кейін миллион, одан ары қарай кете береді. В общем, солай ғой. Алдыға удар. О, мен алды тоқытынан шықтыр. Пас береді. Әрине достар. Най. Достар, бұл ойын сендерге қызық емес болса, комментарияға жаза беріңдер. Басқа ойыннан түсірші, бұл ойын бізге ұнамайды деп. Бәрі келді гол. Жоқ, голымыз хорош, Кепа. Жақсы. Жарайды. Пас и алдыға удармен Роналдоға пас береміз. Және де достар, бізде қазір үзіліс ойын деп жатыр. Яғни бірінші таймда бізде қазір үзіліс ойын 2-0. Мен 2-ші гол соғдым. Достар, бізде үзіліс болып қалды, кешіріңдер. Ойбай. Кімге пас бердім? Роналдо жоқ. Пас береді. Білесің ғой уже. Пелегрино. Бірақ ол не команда сияқты жаймен ойымшы. Жаймен жоқ. Пелегрино. Достар, мен сіздерге комментатор болып отырайын енді. Уақытшаға. Бізде комментатор алынып қалыпты. Угловой достар. Міне бізде мұна жерде Грилиш пайдеу. Пас береді, және де ол Роналдоға, Роналдо бұлай, және де вратарь. Бізде қазір Александр Арнольд топты тебейін деп жатыр. Және де басылды. Жоқ, қисық. Бізде бірінші тайм аяқталуына шамалы санаулы секундтарға да қалды. Міне айттым. Екінші таймнан кездескенше достар. Сау болыңдар. Ал міне достар, бізде басталды. Роналдо Казимироға пас берді. Казимиро Гаяға, Гая Диего Жотаға, Диего Жота Родриға, Родри Роналдо. Жоқ, бізде қателік кетті. Бізде қарсылас команда, яғни Салертина командасының ойыншылары топталуда. Олар алдыға пас берді. Бастани топты алып бара жатыр, және де ол артқа пас. Жоқ, қателік. Жаңа бізде қателік кетіп, гол кіріп кетуіне шанс болған. Неге біздің доптың түсі мындай сарығыштау болып тұр. Яғни
қызғылт сары түс дейді ғой. Сол түстес болып тұр. Менде негізі ақ түстес болып тұру керек. Негізі ақ түс болмайды ма де? Удар, гол! Және де бізде хет-трик болды, я, хет-трик. Я, достар, 3 гол салса хет-трик. Достар, 6 гол салса не деп айтады, соны комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Бізде 64-ші минутта. Екінші тайм жоқ, қалай, штрафной жоқ, достар, болғанда жоқ. Ол жай ғана өзінен кеше біздің де бір баламыз дәл солай футбол ойнаған кезімізде дәл солай қой салған. Ол моментті мен видеоға салуым мүмкін. Егер түсірген болсам. Достар, ол өте күлкілі момент болды. Удар. Хорош пас берілді. Енді алдыға әдемі пас. Керемет пас болды, бірақ бізде алды ешкім болған жоқ. Сондықтан Салертино командасының Пезиор ойыншы салды, және ол Пелегриноға пас. Роналду допты алмай қалды. Менде интернет неге қатып жатқанын білмеймін. Аканджи допты алып Родриға пас берді. Родри Грилишқа пас бермек болған, және де Аканджи допты Роналдуға пас берді. Және де Роналду өзінің алғашқы сәттерімен алдыға шығып жатыр, және де Роналду гол! Жоқ, головой. Негізі кереметтей гол болуына уақыт болған. Бізде Фоден мен Марез ойын алаңына шықты. Бернардо Силва тепті, және де Бастани. Жоқ! Гол! Не болғанын көрдіңіздер ме, достар? Керемет! Қараңыздар, сіздерге қазір көрсетейін. Міне бізде. Бернардо Силва жүгіріп келіп, топты тебеді. Тепкен сәтте ол қарсылас команданың несіне тиіп, және де ол жерде Казимиро допты алып алдыға қарай тепкен болатын, және де оны бізде жоқ. Көрдіңіздер ме, қай жерімен жазып алған, яғни жамба себетсек те болады, және де гол дейбетсек те болады. Осылайша бізде гол кіріп кеткен болады. Мен ойладым, Бернардо Силва гол сөйтсем ол дейтін басқа не болып қапты. Мына Салертино командасы ашулы ғой. Бұл екен білмейміз. Және де гол. Жоқ. Кепа бізде тосып алды. Кепа Роналду. Жоқ. Роналду қазір өте ашулы, топқа өзі бара жатыр. Бірақ ол алдыңғы жақта қалу қажет. Бізде айтпақшы Immobile шыққан жоқ пе не? Ол дейтін ойын басын өтіп. Достар, бізде бірінші тайм аяқталды. Бізде бірінші тайм Криштиану Роналдо. Яғни ол хет-трик істеді. Міне 4-0, 2 минут. Достар, 106 маға монета берді. Мінекей, достар, біз 159 монета алдық. Және де бізде мына жақта кім шығып тұр екен? Мартинель, және де Ванер. Айтпақшы, осы игрок Манчестер, достар. Манчестер деппін ғой, достар. Не командада ойнайды? Реал Мадрид командасында ойнайды. Біз кімдермен шығайындап жатырмыз? Кімдер бұл? Старборг. Групповой матч. Енді бізде лучший составты бастайық. Жоқ, менің игроктарым что-то шаршап жатыр ғой, достар. Мұнан тірілтіп жіберейік. Роналду бізге бұл сәтте өте көмегі керек. Достар, біз қазір
Осы Манчестер Сити командасының ойыншыларын алдыға шығарайық. Міне, дәл осылай. Енді осы ойын, және де осы ойыннан кейін бізде мен сендерге осы ойыннан кейін бізде не болады? Мынау кім деп ойлайсыңдар? 25-ші номердегі кім? Достар, тауып көріңдер. Манчестер Сити командасын білсеңдер, білесіңдер. Міне. Бізде Роналду мен Кепа ғана Манчестер Сити командасында ойнамайды. Қалғандары Манчестер Сити командасының үздік ойыншылары десек те болады. О, керемет. Керемет пас. Гол! Алғашқы голымыз. Бізде бұны кім? Маррез, 27-ші номердегі Маррез ойыншымыз салыпты. Айтпақшы, осы нағыз Маррездің, бірақ ол қазір бізде карьерасына аяқталған 2023 жылы. Достар, осы Маррез нешінші номермен ойнады? Комментарийға жаза кетеміз. Пас. Ой, керемет. Керемет. Ой, жоқ. Неге бұлай? Рахмет. Стонес. Роналдо. Фоден. Алдыға біреу шықсын, және де гол. Маррез. Екінші Маррездің голы. Керемет. Керемет Маррез. Бүгінгі кезде керемет ойындар көрсетіп жатыр. Фоденге пас. Фоден керемет пастар беріп жатыр. Керемет, көрдіңіздер ме? Маррез қалай алдыға. Және де бізде хет-трик. Бірінші тайм басылды, және де басылмай жатып Маррез хет-трик есеп тастады. Достар, және де қараңыздаршы, міне мына жердегі моментте. Қалай алдаған. Анау мына жердегі екінші номердегі адам өзімен өзі жерде бізге шабуыл жасап подкаст қойып отыр ғой, короче. Альварес, Аргентина, Стонес, Рубен Диаш. Хопа, хоп, тақпасында болмай қалады екен-ай. Альварес типа алдында бетпей. Хоп. Ё-май, болмай қалды. Доп стратегия командасына. Аканджи. Маррез Роналдоға пас. Ол Фоденге. Фоден қайтадан кімге пас бергенін білмеймін, және де Маррез Фоденге. Жоқ, қателік. Родри. Ой, Бернардо уже шатасып жатырмын ғой. Санаулы секундтардан кейін бізде Уалкер. Жоқ. Бірақ керемет теуіп жейді допты удармен. Өзім кереметтей соққысымен көрдіңіздер ме? Жай ғана біздің штангаға тиіп кетті. Яғни баратаның үстіңгі қабырғасына. Міне достар, бізде екінші тайм басталды. Бізде 3-0 шөзімен Манчестер Сити командасы алда келе жатыр. Роналдо. Ой, подкат қой. Штрафный емес бетіне. Керемет. Керемет. Фоден жетіп үлгереді де, және де бұл біреуге және де ұлап қой, керемет. Ең керемет сәттердің бірі десек те болады. Жоқ. Сізге кіммен тепкенін білмеймін. Әрине бұл Роналду емес. Роналду емес. Ешқашан Роналду болмайды. Наш топ. Білдікі. Себебі олардың вратарлары жай ғана допты далаға тебудің мастері. Я. Роналду. Кім бірінші топқа жетіпті? Роналду немесе анау? Әрине біздің Роналду.
Grealish ал oyun alаңына шықсын. Себебі бізде Фоден алғашқы ойыншылардың алғашқы деппін ғой. Кереметтей ойыншылардың және де бізде пас, кереметтей пастар. Роналдо топқа жүгіріп бара жатыр. Роналдоны алдайым деп ойламай-ақ қойыңдар. Стонес, Родри. Бізде ар жақта Марез топқа келе жатыр. Манчестер Сити командасында не болғанын білмеймін. Олар дұрыс ойнай алмай секілді ғой. Подкат. Көрдіңіздер ме сіздерде? Роналдо алады. Осылай жасаудың мастерсің ғой жеңше. Андай тиктокта қазір хит болып жүр ғой. Дың кинг нейм мурза дендер да достар. В общем достар, меніңше тиктокқа біреуін салып қойсаңдаршы, осындай футболдан бүйтпеңдер да. Менде фотоларым бар. Мен личкама жазыңдар, номерімді жаттап алыңдар. Тоқта. Достар, мен дейтін өзіме бөлек не істеймін, мынау немене бәрекін білмей тұрғанымды қарашы. Достар, мен номерімді білгілерін келсе, менің YouTube арнама, немесе менің TikTok арнама жазыңдар. TikTok арнамды описанияға қалдырып кететін боламын. Сендермен бірге болған мен мафиозник және де Манчестер Сити командасының ойыншылары. Бізде қазір жарнама болып жатыр. Сендермен сол кезде керемет қоштасатын боламын. Сендермен бірге болған мен Манчестер Сити командасының ойыншысы және де бізде кім жоқ тұр екен? Жоқ, бізде ешкім жоқ екен бұл жолы. Холланд немесе басқа да ойыншылар керек еді. Сендермен бірге болған мен мафиозник достар. Каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Бүгін кешке тағы да бір видео шығып қалуы мүмкін. Сіздермен бірге болған мен. Сау болыңдар.